Аралас жекпе-жек бұл тек төзімділік емес, бір сәттік дәлдік пен күштің өнері. Кейбір жекпе-жектер небәрі бірнеше секундта аяқталып, жанкүйерлерді таң қалдырған. Бүгін біз ең жылдам нокауттарды еске аламыз. Чан Сон Чжон және Марк Хоминик. Жекпе-жек Чан Сон Чжон мен Марк Хоминиктің арасында 2011 жылдың 10 желтоқсанда өтті. Канаданың Торонто қаласында ұйымдастырылған UFC 140 турнирінде ұрыс бірінші раундтың 7 секундында нокаутпен ресми түрде аяқталды. Хоминик бірден кең сермелген сол жақ хукпен шабуылға шықты. Бірақ корейлік зомби соққыдан жалтарып, дәл қарсы оң қолмен жауап берді. Хоминик құлағаннан кейін корейлік зомби партерде бірнеше соққы жасап, нәтижесінде төреші Хёрб Дин жекпе-жекті тоқтатты. Бұл нәтиже бұған дейін 2009 жылы Тодд Даффи орнатқан сол кездегі UFC тарихындағы ең жылдам нокаут рекордын қайталады. Корейлік зомби кештің нокауты сыйлығын алып, $75,000 көлемінде бонусқа ие болды. Дуэйн Людвиг пен Джонатан Гуле. Дуэйн Людвиг пен Джонатан Гуле арасындағы жекпе-жек 2006 жылдың 16 қаңтарында Лас-Вегас қаласында UFC Fight Night 3 турнирінде өтті. Бұл ұрыс ресми түрде 6 секундта тоқтатылғандықтан UFC тарихындағы ең жылдам нокауттардың бірі ретінде белгілі. Дуэйн Людвиг жекпе-жек басталған сәтте қарсыласын апперкот соққысымен нокаутқа жіберді. Бұл жекпе-жек әлі күнге дейін UFC тарихындағы классикалық кездесулердің бірі болып саналады және MMA-дағы ең әсерлі әрі найзағайдай жылдам жеңістердің қатарына кіреді. Хорхе Масвидаль мен Бен Аскрин. Хорхе Масвидаль 2019 жылдың 6 шілдесінде өткен UFC 239 турниріндегі Бен Аскринді рекордтық 5 секундта нокаутқа түсірді. Жекпе-жек басталған сәтте-ақ Масвидаль секіріп келіп, тіземен соққы жасап, UFC тарихындағы ең жылдам нокауттың авторы атанды. Бұған дейін жеңіліс көрмеген Аскрин бір сәтте нокаутқа түсті. Ұрыс Лас-Вегас қаласының T-Mobile аренасында ұйымдастырылған болатын. Бұл жекпе-жек Масвидальдің визиттік картасына айналып, екі спортшының да мансабын дейін және кейін деп екіге бөлді. Осы жеңілістен кейін Аскрин бұрынғы деңгейіне қайта орала алмады, ал Масвидаль нағыз супер жұлдызға айналды. Конор Макгрегор мен Пэдди Дохерти. Аңызға айналған жекпе-жек Конор Макгрегор мен Пэдди Дохерти арасында 2011 жылдың 16 сәуірінде Ирландияның Леттеркенни қаласында өтті. Immortal Fighting Championship 4 турнирінде ұйымдастырылған ұрыс небәрі 4 секундқа созылды. Макгрегор жекпе-жек басталған сәтте-ақ сол жақ хукпен қарсыласын нокаутқа жіберіп, MMA тарихындағы ең жылдам нокауттардың бірін жасады. Қолғап тигізгеннен кейін Дохерти алға ұмтылып, бірақ Макгрегор бір қадам артқа шегініп, дәл сол қолымен соққы жасады. Конор қарсыласы құлағаннан кейін тағы бір соққы жасап, төреші жекпе-жекті 4 секундта тоқтатты. Бұл нокаут ирландиялық спортшының мансабындағы ең жылдам болып, оның UFC-ге келмей тұрып-ақ қауіпті нокаутер екенін дәлелдеді. Майк Гарретт пен Сэм Хэррон. Әзірге Майк Гарретт пен Сэм Хэрронның арасындағы жекпе-жекте тіркелген көрсеткішті ешкім жаңарта алған жоқ. Жас британдықтар 2014 жылдың наурыз айында Лондонда өткен WC MMA 14 турнирінде кездескен. Шредер лақап атымен танымал Гарретт қарсыласын небәрі 1 секундта нокаутқа түсірді. Дәлірек айтқанда, секундомер 1 секунд 13 миллисекундты көрсетті. Жекпе-жек басталысымен Гарретт қарсыласына жақындап дәл хайкик жасап, соққыны Хэрронның иегіне тигізді. Сэм бірден құлап түсті, ал Майк жекпе-жектің аяқталғанын бірден түсінді. Бірақ бір қызығы, төреші жекпе-жекті дереу тоқтатпады. Ол Хэрронға жақындаған кезде Гарретт тордың арғы жағында жеңісін тойлап жатқан еді. Соған қарамастан, бұл нокаут аралас жекпе-жек тарихындағы жаңа рекорд деп жарияланды. Достар, байқап қарасақ, аралас жекпе-жекте бәрін бір сәт шешуі мүмкін. Бір ғана дәл соққы және жекпе-жек аяқталды. Егер осындай видеолар ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпа.